Жолдасың жақсы болса, барлық жерде ұтасың деген қазақ халқының нақыл сөзі өмірдің терең мәнін ашып береді. Адам дүниеге келгеннен бастап қоғамда өмір сүреді. Ол ата-анасымен, бауырларымен, ұстаздармен, достармен және әріптестерімен қарым-қатынас орнатады. Солардың ішінде адамның өмір жолына ерекше әсер ететін жандардың бірі оның жолдастары. Жақсы жолдас адамға қиын сәтте сүйеніш болатын, қуанышта бірге күлетін, қайғыда демеу болатын, дұрыс бақытқа жетелейтін сенімді серік. Сондықтан халқымыз ежелден дос таңдауға ерекше мән берген. Жолдастық тек бірге уақыт өткізу немесе ортақ қызығушылықтарға ие болу ғана емес. Нағыз жолдастық өзара сыйластыққа, сенімге, адалдыққа және жауапкершілікке негізделеді. Жақсы жолдас адамның жақсы қасиеттерін дамытады, оны білімге, еңбекке, ізгілікке баулиды. Керісінше, жаман орта адамды жалқаулыққа, тәртіпсіздікке немесе жаман әдеттерге итермелеуі мүмкін. Сондықтан досыңды көрсет, мен сенің кім екеніңді айтайын деген сөз бекер айтылмаған. Адамның мінез құлқы көбіне араласатын ортасына байланысты қалыптасады. Егер адамның жанында білімге құштар, еңбекқор, тәрбиелі, мақсатшыл достар болса, ол да соларға ұқсауға тырысады. Олар бір-біріне сабақ оқуда көмектеседі, қиын тапсырмаларды бірге орындайды, жаңа идеялармен бөліседі. Мұндай ортада әр адам өз қабілетін дамытып, жетістікке жетуге талпынады. Ал егер адамның жолдастары уақытын босқа өткізіп, жауапкершіліктен қашатын болса, олардың ықпалы кері әсер етуі мүмкін. Мектеп өмірінде жолдастың орны ерекше. Сабақ барысында сыныптастар бір-біріне көмектесіп, түсінбеген тақырыптарды бірге талқылайды. Әртүрлі байқауларға, олимпиадаларға немесе спорттық жарыстарға қатысқанда достардың қолдауы үлкен күш береді. Кейде адамның өзіне деген сенімі азайып кетуі мүмкін. Осындай сәтте жақсы жолдастың бір ауыз жылы сөзі немесе ақыл кеңес адамға жігер беріп, жаңа жетістіктерге жетелейді. Бұл жақсы жолдастың адам өміріндегі маңызын дәлелдейтін қарапайым мысалдардың бірі. Өмірде әр адам түрлі қиындықтарға кездеседі. Кейде денсаулық сыр береді, кейде оқу немесе жұмыс барысында кедергілер болады, кейде көңіл-күй түсіп кетеді. Осындай ауыр кезеңдерде жанынан табылатын адам шынайы жолдас. Ол қиындықтан қашпайды, керісінше қолынан келген көмегін көрсетеді. Жақсы жолдас адамның мұңын тыңдап, дұрыс шешім қабылдауына ықпал етеді. Сондықтан нағыз достық уақытпен емес, қиындықпен сыналады. Тарихқа көз жүгіртсек, елдің бірлігі мен жетістігі де сенімді серіктердің арқасында нығайғанын көреміз. Батырлар жорыққа жалғыз шықпаған. Олардың жанында адал серіктер болған. Олар бір-біріне сеніп, ортақ мақсат үшін күрескен. Бірлік пен достықтың арқасында көптеген қиындықтарды жеңіп, елін қорғап қалған. Бұл жақсы жолдастың жеке адамға ғана емес, тұтас қоғамға да пайдасы зор екенін көрсетеді. Қазіргі заманда достықтың мағынасы бұрынғыдан да маңызды. Әлеуметтік желілерде мыңдаған таныс табуға болады. Бірақ олардың бәрі шынайы дос бола бермейді. Нағыз жолдас адамның жан дүниесін түсінеді, жетістігіне қуанады, қателескен кезде әділ ескерту жасайды. Ол өтірік мақтамайды, керісінше шындықты айтып, дұрыс жолды таңдауға көмектеседі. Мұндай адамдар өте аз болғанымен, олардың қадірі ерекше. Жақсы жолдас тек қолдау көрсетіп қана қоймайды, адамның жауапкершілігін де арттырады. Ол бірге мақсат қояды, бірге еңбек етеді, бірге нәтижеге жетуге ұмтылады. Осындай достық адамды табандылыққа, төзімділікке және өзіне деген сенімге тәрбиелейді. Жақсы ортада жүрген адам өмірдің түрлі саласында жетістікке жетуге көбірек мүмкіндік алады. Сондықтан жолдасың жақсы болса, барлық жерде ұтасың деген сөздің мағынасы өте терең. Алайда жақсы жолдас табу үшін адамның өзі де жақсы жолдас бола білуі керек. Адалдық, мейірімділік, сенімділік, кешірімділік сияқты қасиеттерді бойына сіңірген адам ғана өзгелердің құрметіне ие болады. Достық бір жақты қарым-қатынас емес. Ол екі адамның бір-біріне деген құрметі мен сеніміне негізделеді. Егер әркім өз жолдасына жанашырлық танытып, қиын кезде қолдау көрсетсе, қоғамда өзара түсіністік пен татулық артады.
Қорыта айтқанда, жақсы жолдас адамның өміріндегі ең үлкен байлықтардың бірі. Ол адамға дұрыс бағыт көрсетеді, қиындықты бірге еңсеруге көмектеседі, қуанышты бірге бөліседі және жетістікке жетуге жігер береді. Жақсы достың арқасында адам оқуында да, еңбегінде де, өмірдің кез келген саласында табысқа жете алады. Сондықтан әр адам өз ортасын дұрыс таңдап, шынайы достықты бағалай білуі керек. Расында да, жолдасың жақсы болса, барлық жерде ұтасың деген халық даналығы бүгінгі күні де өз маңызын жоғалтқан жоқ.